Сәлем достар! Бүгінгі рецептіміз біздің подовый нан жасау үлгісі. Яғни қазір хит болып жатқан нанның бірі. Бастысы ағзаға ешқандай зияны жоқ, глютен құрамында жоқ. Яғни глютен болмағандықтан ол біздің ағзамызға пайдасы да жақсы деген сөз. Бастысы толып кетуден сақтайды. Құрамына жай ғана кранттан ағып тұрған салқын судан 650 грамм су және де дәміне қарай тұз. Және осы закваска деп айтамыз ашытқыны. Осы заквасканы қосу арқылы көріп тұрғандарыңыздай закваска өте қою емес, өте сұйық емес, орташа массада. Видеоның соңына қарай заквасканы қалай сақтап алып қалудың жолдарында көрсететін боламын. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай бар жоғы 3 заттан ғана құралады. Үшеуін жақсылап араластырып аламыз және де қамыр илеуге кірісеміз. Бастысы қамырымыз өте қатты болып кетпеу керек. Басқа қамырдан айырмашылығы подовый нанның қамыры сұйықтау болады және де қолға жабысқақ күйде болу керек. Достар, ұмытып кетпейміз, қолымызға жабысып жатыр деп қамырды көптеп салып қойсақ, біздің массамыз, былайша айтқанда, құрамы өзгеріп кетуі мүмкін. Сол себепті ұнды барынша аз-аздан салып және барынша жұмсақ қып илегендеріңіз дұрыс. Мінекей қамырымыз жартылай дайын. Алдын ала ыдыспен су дайындап қойсаңыздар да болады. Соңына қарай қолдарыңызға жабысып сіздерге ыңғайсыздық танытып жатса, қолдарыңызды жай ғана 1-2 рет сулап қамыр илеп жібересіздер. Міне жан-жағын осылай алып, қамырды илейміз. Бастысы илеуін қандырамыз. Жабысқақ қой бәрібір деп қалдырып қоюға болмайды. Қамырдың илеуі жақсылап қанған қамыр өте әдемі, эластичный болып шығады нанымыз. Ішінде қотыр бүдір-шүдір болып жүрмейді. Мінекей қамырымыз почти дайын. Осылай қолға жабысқақ болады. Қолыңыздағы аздап қамырды ұнға батырып, қолымызды қамырдан арылтып аламыз. Екінші кезекте міне қамырымыз дайын, жұмсақ және де қолға жабысқақ. 1 сағатқа қамырымызды орап қоямыз. Будильникке қойып жасасаңыздар болады. Тура 1 сағатқа бетін жауып, жай ғана мата дастарханмен орап қоясыздар. 1 сағаттан соң комнатный температурадағы суға жай ғана қолымызды жақсылап суға малып, қамырымызды қайтарып қоямыз. Міне, дәл осы видеода көріп тұрғандай қолымызды қамырмен малып, жақсылап қамырды қайтарамыз. Ол деген сөз қамыр қайтадан илеуі жақсылап өзіне сіңіп, қамырымыз біршама жалтырап, илеуі қанып бастайды. Және де сіздер осылай қайтарған сайын қамыр өзінен өзі босап, арасына ауа кіру арқылы өте жақсы көтеріледі. Міне менің 1 сағатым өтті. Ендігі кезек бізде обменка. Қамырдың құрамы өте видео көріп тұрғандағыдай өте әдемі болып өзгеріп шығар. Мінекей 4 жанынан алып арасына ауа кіргізіп тұрып, қамырды көтеріп осылай орайсыздар. Дәл осы әдіспен біз 4 рет жасаймыз. Арасы 40 минуттан кем болмау керек. Мінекей мен 4 ретте жасап болдым. Қайта-қайта түсірудің қажеті жоқ шығар деп кесіп алып тастадым да. Міне менің қамырым дайын. 4 рет жасалған, жақсылап көтерілген. Бастысы ыдысқа илеуі қанған қамыр жабыспайды. Өздеріңізге керек бөліктерге бөлеміз. Мен жоғарыда айтқанда заквасканы қалай сақтау керектігін айтамын дедім. 100 граммдай қамырдың бөлігін алып, қайтадан сол банкамызға, аузы жақсы жабылатын ыдысқа
салып қоямыз. Қамырымды мен бұл жерден 2 нан шығарамын. Сіздер кішігірім істейтін болсаңыздар 3 нан шығаруға да болады. Мінекей, қамырды 4 жағынан орап, әдемілеп ораймыз. Өздеріңізге ұнаған пішінге қалыпқа салып сақтасаңыздар да болады. Егер асығыс болсаңыздар 2-3 сағат тұрғызып қойып, сонан соң жабуға болады. Жоқ, асықпаймын, беймарал жасаймын десеңіздер, кешкісін осылай қамырдың барлық аминкаларын бәрін жасап болып, тоңазытқышқа салып қойсаңыздар болады. 8 сағатқа дейін шыдайды. Міне, екінші бөлігін екінші табаға жасаймын. Өздеріңізге ұнаған пішімде, ұнаған қалыпқа салып жасай беруге болады. Біреулер кәдімгі нан сияқты қолмен ұрып жайып та жасайды. Олай да болады. Ал мен қазір енді хит болып жатқан осылай жиналған түрін жасап жүрмін. Бұдан әртүрлі бауырсақты істеуге болады. Оның да қамыры дәл осындай жолмен иленеді. Бауырсағы да өте керемет қып-қызыл болып піседі. Міне, қамырды дайындап болғаннан соң өздеріңізге ұнаған қалаған қалыпқа, қалаған фасонға бетін келтіріп, сызуларыңызға да болады. Әртүрлі суреттер салып, жай ғана ортасынан тіліп, лезвиямен тіліп кессеңіздер де жақсы. Ол деген сөз қамырдың ішіне ауа кіріп, босап әдемі пісетін болады. Мінекей, ортасын мен жай ғана тіліп алдым. Бір жанынан тіліп, екінші жанына сурет салсаңыздар да болады. Ұнның бетіне малып. Ол да өзінше бір әдемі фасон. Және қамырды жасап болған соң, осылай бетін ауа кіріп, кеуіп кетпейтіндей қылып, бетін жауып қоясыздар. 2-2,5 сағат тұруы керек. Онан соң қамырды өте төмен алауда, 280 градус алауда 35-40 минут пісіріп аласыздар. Пісірер кезінде бетін обязательно 15 минутқа жауып қойыңыздар. Қалған кезде ашып пісіре бересіздер. 15 минут жауып тұру керек беті. Я болмаса шойын қазанға. Келесі кезек бізде закваска жасау. Жаңа 100 грамм қамырдың үстіне 100 грамм салқын су, және де дәміне қарай тұз, 100 грамм ұн саласыздар да жақсылап бір-бірімен келтіріп, бір-біріне араластырасыздар. Өтірік қозғап қоймаңыздар. Жақсылап қозғасаңыздар, жақсы араласады. Себебі арасындағы қамыр жаңағы сумен, ұнмен жақсы араласу керек. Сол кезде қамыр әдемі закваска дайын болады. Бір-біріне сіңіп араласады. Мінекей, видеода көріп тұрғандарыңыздай, сәл 5 минут уақытымыз кетеді. Және де бетін жауып қоямыз. Бетіне ауа кірмейтіндей етіп, крышкасын. Сіздерге түсінікті болсын деп мен жерде метка қоямын, белгі ыдысыма. Бетін жақсылап жауып болғаннан соң, қозғамай бір шетке қойып қоясыздар. 6 сағатта көтеріледі, және көтеріліп болғаннан соң тоңазытқышқа салып сақтай беруіңізге болады. Мінекей, көтерілді өзінің деңгейінен. Нанның піскен түрі де осындай болады. Жасап көріңіздер, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарийге өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Сау болыңыздар.